20 ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамындағы аумалы-төкпелі заманда өз бағытынан айнымай, ұлттың асқақ арман-тілегін ел жадынан бір сәтте шығармайтын қайсар азаматтар аз болмады. Солардың бірі көрнекті жазушы, қоғам қайраткері Мұхамеджан Сералин. Жазушы 1872 жылы Қостанай өңірінде дүниеге келген. Жастайынан өмір тауқыметіне шынығып, кезіккен қиындықтарға шындалып өскен. Жасынан алған тәрбие мен білімді ол Троицк қаласында жалғастырады. Оқуын тамамдаған соң ол Сыр өңірінде мұғалімдік жұмыспен шұғылданады. Сол жерде педагогикалық жұмысты жазушылық, ақындық өнермен ұштастырып, топ жарған Гүл Кәшима атты жыр дастандарын жазады. Атақты Фирдоусидің Шахнама дастанының Жуковский аударған нұсқасының Рустам Зорап бөлімін қазақ тіліне аударған. Қазан төңкерісінен кейін де жазған әдеби шығармалары болды. Олар Қайғылы қара күн, Жоқтау, Ленин әм ұлт мәселесі. Мұхамеджан Сералиннің өміріндегі ең маңызды кезең Айқап журналындағы қызметімен тығыз байланысты. 40 жасқа толар-толмас шағында ол қазақ қоғамының дамуына кедергі болатын, құбылыстардан арылтатын жолдарды іздейді. Бұл ретте ең ұтымды құрал жалпы ұлттық журнал шығару болып табылатынын айрықша сезінді. Сөйтіп, көпшілікте мерзімді баспасөздің қуатын ұғындыруға сөзімен де, ісімен де құлшына кірісті. Ол журналды шығарудағы мақсат халықты баспасөзге үйрету, ұлт зиялыларын бір-бірімен таныстыру, халықтың мұң-мұқтажын көп талқысына салу арқылы ұлттың жедел ілгері даму жолын көрсету деп білді. Мұхамеджан Сералин тек журнал шығарып қана қоймай, ел арасындағы ағарту мәселесіне де көңіл бөледі. Ол ауылда кітапхана мен мектеп ашады. Мектепте кешке ересектер арасындағы сауатсыздықты жою мақсатында курстар құрып, жастар күшімен көркем өнерпаздар үйірмесі ұйымдастырылып, ауыл тұрғындарына тегін спектакльдер қойылған. 1915 жылы Айқап журналы жабылған соң, Мұхамеджан Сералин Троицкіде біраз уақыт орыс тілінде шығып тұратын Степ газетінің редакциясында қызмет істейді. 1920-21 жылдары Мұхамеджан Сералин Шұбар болыстық атқару комитетінің төрағасы және партия ұйымының хатшысы болған. 1928 жылы Қазақстан орталық атқару комитетіне мүшелікке өтеді. Осы жұмыста жүріп, қаны тасу кеселімен ауырып, 1929 жылдың жазында дүние салады. Мұхамеджан Сералин Айқап арқылы, өз шығармалары арқылы қазақ халқының абай мен ыбырай негізін салған сара жолдың одан әрі дамуына өз үлесін қосты. Қазақ халқының 20 ғасыр басындағы ірі көрнекті қоғам қайраткері, әрі көрнекті журналисті және ақыны ретінде тарихта өз орны бар тұлға.